Сөздер құрамына қарай екі топқа бөлінеді. Негізгі сөз және туынды сөз. Негізгі сөз бір түбірден, яғни негізгі мағынаны білдіріп тұратын сөзден тұрады. Оның қасында ешқандай жұрнақ болмайды, және ол бір сөзден тұрады. Мысалы, бала, ақ, бір, мен, кел, ерте, әрі, дұрыс, пах. Туынды сөз мына негізгі бір түбір сөзбен жұрнақтан құралады. Мысалы, көл, шік. Түбірі көл, негізгі сөз, шік, жұрнақ жалғану арқылы туынды сөз құралады. Ақ, шыл. Түбірі ақ, шыл, бұл жұрнақ. Түбірі дүр, жұрнақ, сіл. Дүр, сіл. Екеуінен туынды сөз құралады. Келесі сөз су, сын. Біз ішетін су және сын деген жұрнақты жалғау арқылы судың мағынасы сөзіміз өзгерді, басқа мағына болып. Су, сын.